Басыңа қайғы келсе де, қуаныш келсе де, сен үшін бірдей болу. Мәселен, сіз байсыз, сізге көмекшіңіз хабарласты. Бас екен, бітті, құрыдық, банкрот. Мешітке келіп бәріміз тақуа болып көрінеміз, тақия киіп келеміз, сүннеттер оқимыз, үй оралған ешнәрсе оқымаймыз. Парыздар зорға оқып жүреміз. Бар ғой? Жоқ па? Башқа сондайлар. Кейбіреулердің тақуалығына мешітке кіргеннен басталады, біреулердің тақуалығы. Мешітте кемшіліктерді көре бастайды, үйде кемшіліктерді көрмейді. Мешітте кемшілікті көреді, имам неге істемейді ананды. Сен үйіндегі бала шағаң киіндіріп алса, көке, имам не істейсің сен? Имамда шаруаң не? Ода ісің не сенің? О бейшара өзінде зорға сүйреп жүрген адамда шаруаң не? Солай ма? Біздің ерте заманда ғалымдар қабірдің басында уағыз айтпайтын болған. Себеп өлімнен артық ғибрат жоқ. Түсінген адамға. Өлімнен артық ғибрат жоқ. Өзің ойлашы, күнде жаңында ойнап күліп жүрген адам кетіп қалды. Ненің дәлелі? Сен де уақытың күнің келіп жеткенде, сен де кетесің деген сөз. Бірақ молда айқайлап атыр соның өзін. Жоқ, бәріміз ойлаймыз, бұл жерге мен келмеймін, бұл келді ғой, мен келмеймін деп ойлаймыз. Мұсылман кісі, ақылды кісі, жамағаттан айырылмайтын кісі. Себебі ертең ана-мынау болып кетсе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді, кім дүниеден өтсе, оның артынан бір жақсы, дінда, тақуа 40 қысым мұсылман тұрса, Алла оның күнәсін кешіреді дейді. Жаназасын оқыса келіп, себебі жаназа дұға.